Qanday auru dedim? Өлі түйген. Қалай болады? Оның белгілері қандай? Оның белгілері жылқы жер тарпып аунай береді. Жерге жатып. Біраз жүреді де оттамайды оны кейін. Шөп жемейді де. Оны жаңағы мүмкіншілік болса мазаратты үшірет, мазарат жақын болса үшірет мазаратты айландырып жіберу керек. Болмаса жыланның қабығын ескерту керек, адыраспан екеуін. Ал ол болмайтын, мүмкіншілік болмаған жағдайда қысылтаяң анау жыланның қабығын ұштандырамайтын, жел тұрып тұрса, боран болып тұрса, жаңағы өзінің құрдастарының атын атап, молағып жаңағы үй керек үш жерге. Ең кемі. Сөйту керек те келмеге тіліңді келтіріп, сағаттың қарсы бағыт тіліне қарай үш рет айландыру керек. Жаңағы молаларыңды, құрдастарыңның жаңағы жалған моласын. Содан кейін жаңағы Құранды оқып жіберу керек, содан кейін жылқы жазылып кетеді. Жазылып кетеді толық. Қандай осы әлгі малдарға жазылмайтын аурулар бар малдың? Онымен кершеу. Оның кершеу астыңғы мұрынның астыңғы танауда, езудің үстіңгі жағында танауда болады. Ол жаңағы кершеу ұстаған кезде, кершеу өскен кезде, ана жылқының астыңғы танауын ұстаған кезде қолға білінеді. Ана қабан, шошқаның қылықтері сияқты болады. Оны жаңағы өткір пышақпанан болмаса езгімен кесіп. Ананың мүмкіншілігі болғанша жаңағы шеміршекті ұшынан кесіп, алып тастау керек оны, кесіп сол. Содан өз жазылып, одан кейін тұз жағып қой керек, ана жер қанайды езуі. Өтсе жерде шеміршек болады. Шеміршектің ұшын кесіп, екі таны екі езудегі танаудағы шеміршекті алып тастау керек. Ал жем түсіп жатқан қандай болады? Жем түскенде жаңағы суға апарып байлап қою керек. Aldım, daha sonra bir көрдімді, неге қол тимеді. Жылқының асты зәк болу керек қой, шаша суға батып тұру керек. Білдің ба? Ол ағын су немес, жылқының тізесінен келетін шашасы суға батып тұру керек. Жем түскен содан жазылады. Ал қазіргі ветеринарияда оның қамын алып жазады. 1 литр ма, 1,5 литр ма, білмеймін қанша қан алатынын, ол енді ветеринарлар біледі. Ал енді жаңағы суға байлап тастаса жаңағы. Су жазылады. Тағы қандай аурулар бар? Одан кейін су түседі. Мен қазір бірдесін ойға келмеді, көрейін ойлап. Аш малға, аш мал қаны кеуіп шөлдеп тұрған уақытта. Болды. Ол енді алдымынан отқа емес суға ұмтылады. Оны көп су армау керек. Көп су ішіп қойған жағдайда опять су түседі аяғына. Су түскен мал, жем түскен малдан қиын болады жазылуы. Оны да ақ жем қылып жаңағы суға байлап қою керек. Қарын тойып. Бұл да жылқының ауруы ма? Жылқының ауруы. Су түседі. Жем түседі, су түседі. Аш су қарсаң су түседі. Білдің ба? Құрсақта ештеңе болмағаннан кейін, аш құрсақ болғаннан кейін су қарсаң су түседі аяқ. Мүмкін тегене дегені болады. Жылқының бауыры ішіп кетеді. Сөйтіп сары су тамшылап тұрады. Сары су тамшылағанда тепіршіп терлеген ұстап тұрады. Денеден ішіп тұра ма? Жылқының денесіне бауырының бәрі ішіп кетеді. Төсіменен. Ал ондай жағдайда жаңа бігізбенен шабақтап тұз жағып тастау керек. Сіңген жер шабақтайды ма? Жаңа сіңген жерді бұлай не қылғаннан кейін, шабақтағаннан кейін жаңағы тұзды алақанға салып, жағып тастау керек. Жылқы анан ауырсынып, теуіп алмас үшін жылқының тұмсығын жаңағы қайыспан болмаса, кәріп неге плесін жібігіп, соны жаңағы дөңгелек қылып, тұмсығы сиятын болып, таяқпен бұрап, жәнін ауыртып тұру керек та, ауырғаннан тұмсығы қақталады. Жылқының, яғни тұмсығында. Тегене дегенде келістім, су түсіп деген тағы қандай аурулар бар жылқының? Өл түйеді. Өл түйгенде сол жаңағы
қатты боран болып тұрса, басқа ешқандай мүмкіншілік шара болмаған жағдайда жас балдарға жаңағы пақайына 4 пақайына сүйгізеді. Сөйтіп алдыңғы пақайдың несін жаңағы артқы пақайдың алдыңғы пақайдың несін жаңағы қылдарын кесіп, мынаны ар жағына, ар жағын бер жағына жылқыдан асырып та, арғысын бер жағына асырылып қойды. Жағынан да мына кесіп арғылады. Мынаны бер қылады, өзі ұрамақ. Оған да тәуір болып кетеді. Көкім жылқы баққан сол білетін еді, үйреткен еді ма? Енді ауырған жылқыларынан үйреніп алдым. Әнер төгіректе жылқылары ауырса бұл біздің көкімді шақыратын. Мақат етемде біз сыдық атада. Олар да біледі, білгенде біздің көкім құсап, енді әркімнің өзінің жаңағы шарттарын біле бермейді. Шарттарын біле бермейді. Детальдарын. Әркімнің өзінің интересовный жұмысы болу керек. Қызығатты. Қандай аурулар бар? Жылқы. Сол жылқының ауруы сол. Есімі түспеді ме? Башқа 4 ауру болмайды. Жылқыға көп ауыра бермейді ғой. Жылқыға тиетін ауру болбасын деді оны. Қарасан сиырға келеді, топалаң қойға келеді. Жылқы ондай топалаң, ондай ішінде індеттене алмайды жаңағы. Жылқыға өлі тиеді тұрғасында. Жылқының тажалысы өлі тиеді. Естіген елді жаңағы құрдастардың моласын деген бұл екен. Құрдастардың моласы. Көкім сөйтіп ана Нақыпбектің моласы, Оралбайдың моласы деп сөйтіп үйіп бір артыма бір өлі тиіп қой бағушы ма? Құрдастар естіп қойса ести береді. Әзілін көтеретін адамдарға айтады да. Әзілін көтеретін өзінің құрдастарың. Қайтып айтсаң жарасады, сен көп сау ортан өмір ұзақ немесе. Қайттан оларға ауып кетпейді екен ауру ja. Қандай ауру бар мында? Еске түспеді ме? Жылқы қарамалда анау не болады? Талақ болады. Аш талақ, тоқ талақ. Оған құйрығына бігіз тігіп қойды. Болмаса қазір не көп, ішпірістің енесі көп, жалк емес. Оны тығып қоясың, бұл. Құйрығының қай жеріне? Құйрығының ұшы жағына да. Құйрықтың ұшына ма? Құйрықтың ұшы. Шетінің бәрі қыл ғой анау. Өзі құйыршық мына сияқты, саусақ сияқты. Осы мына ұшы жағына тура сендірін емес мына ұшы жағына едер бұл. Көрекес бұл. Талақтан ба? Талақ. Өнеке қылша дейді қарамалда. Тілінің бір жүн басқан сияқты болып кетеді. Сол мен бала кезімде көрдім, сол қыратын беді. Пышақпен ұстарама қыратын, өткір пышақпен. Қырып қырып жіберді, жаңа қанатын неме өлді. Қарамалдың өлді. Көп қой айтады. Менің бір ырымым тура келді. Анау Бекашқа биыл тағы бардым ғой анада. Қарызын бересің бе, бермейсің бе? Не қар деді? Не чөбіне қараймын ғой. Биылғысын енді былтырғысын дауламаймын дедім. Мен былтыр кетті дедім тамыр. Мен биыл бересің бе? Жоқ, бермеймін ана мынау деді. Мақұл бермесең дедім де есіктің алдында шөпті екі бөліп сындырып кеттім. Екі шөпті. Екі күні ертесіне екі қойының ішігеу бөлді. Шешеңіз обал жоқ шешеңсің дедім де жаңағы естігенге келсе тағы да шешеңіз 10 шақтысын сындырып тастадым. Арада бір ай өтпей шешеңіз 10 қой канал қағып өлді. Сенікі бола ма болмай ма? Әнекей. O da естіген әңгіме да мінекей. Бермеймесе қарамай қоймайсың ба? Қарамай қоймыз онда. Қайтып қарамайсың. Senin жерің бар, сенің ортаңда қанат бермеймін десе, ортада екеуің ортаңда. Сен екеуің бересің. Бәрі
Koş karayışın desen. Qo'shning qo'sh qaraysan. Ол да соны біліп отыр да. Біліп отыр. отыр. Aniki kudret tılsın. Onun kufyasını ben de bilmeyeyim. Ananın avrudun da kufyasını ben de bilmeyeyim. Ha bırak yemdev təsirli, жаңағыдай істеу тәсілі сол. Бар бесін алдында шөп сындырып кетесің. Ана жаңа ешігін алдым, қасында отырдым да, әңгіме қылып отырдым да. Ол білген жоқ қой. Сындырып кеттім. Есіткеннен кейін екі қойын ішіге. Тағы бар, о қой жай беріп естім де, шешеңді, обал жоқ шешеңді. Yani, Сонда жанына барып сындырдыңыз ба, или аста жүріп сындырсаңыз ба кейінгі оның? Әнерде отырып мен айдалада естім де, есіткеннен кейін. Сізде екі қоймен тоқтамапсыз Иә. Адамın шешемін ала боласың ба енді түсінде. Оның шешем көп емес қой енді. Екі кетті 4.000 ақша беру керек. Былтырғысы 3.000 ақша беру керек. Ол бермеймін деп тырысып отыр. Бермеймін деді, қаяққа барсаң ояққа бар. Бермесең алды мен сенің ол ақшаға қарап қалған жағдайымды Шығады әке. Кейінгі барғанда әйелді естіп тұр, өзі естіп. Әбілқасына да айтып едім, Әбілқасы ол балдар білет деді де қойды. Оның жаңағы руководителі сол болып тұрған балдары кімнің баласы анау? Әбілханның баласы. Искраш жоғы біреу бар. Құданың құдіреті. Ана біздің көкем айтады, ана әзі үйге келсе, жаңағы үстіндегі киіміне қарайтын дейтін. Әжейдің ба? Жаңағы шапан ол уақытта ауысады да бірдеңе. Иә. Күпайкасын теріс айландырып киіп береді дейді. Отырма, иә. Біреу біледі, біреу білмейді. Астары, бастары бір дейді жаңағы. Аударып киіп алса, бұл дейді, ақша сұрап келді, бір бұйымтаймен келді деп ойлайтын дейді. Шешендердің серті сондай дейді. Отырма, иә. Бірдеңе сұрап келсе, киімді теріс айландырып киіп береді екен. Білсін деп па? Білсін білмесін ғой. Өздерінің ырымы сонда. Значит, алу оңай да. Алу оңай болса керек қой. Сол кезде сөйтіп теріс айландырып келсең Алу оңай болса керек. сұрағаныңды береді дегенде. Ал ана білетін адам байқап қойса ше? Байқап қойса енді айтасың да. Баты тілің аузың болса айтасың да. Бұйымтайыңды айт деп бәрі Жоқ, сұрайсың. ана оңғарата салдық Ана Махмұт ауылдас болды ғой енді. Оңғарата киіп алса толық жоқ ақша сұрайды. Құданың құдіреті. Әр халықтың өзінің несі бар да. Солардың ішінен бір қуы шығарды ма кім біледі. Сол бір серт болып қалды ма кім біледі.